біздің ұсынып жүрген, ауыл партиясының ұсынып жүрген, мен өзім жеке ұсынып жүрген жоба, ауыл тұрғындарының, ауыл отбасылық шаруашылықтардың кооперациясы жобасы іске асатын болса, біздің ауылдардың барлығы гүлденеді. Халық табысы жақсы болады. Тіпті қалаға кетіп қалған ауыл тұрғындарының барлығы қайтады. Оның сыртында бұрыннан бері қалада тұрып атқан қала тұрғындарының өздері табыс керек болса, таза, экологиялық таза, органикалық тамақ керек болатын болса, ауылға қайтады. Ауыл Қазақстанның болашағы. Идеалды ауыл сіздің пікіріңізше қандай болу керек? Идеалды ауыл дегеніміз, біріншіден, ол жерде тұратын тұрғындар өз-өзін басқару жүйесі шынайы болу керек. Бір, соның арқасында табыстары жақсы болу керек. Екі, үшіншіден, қаладан кемеміз әлеуметтік тұрғын жағдайы болу. Ыстық су, орталандырылған ауыз су, орталандырылған жылу, орталандырылған кәріз, жолдың бәрі асфальт болу керек. Мектептердің барлығы сапасы қаланың сапасынан төмен болмау керек. Мектеп, медицина, мәдениет, спорт салалардың көрсетіп отқан қызметінің сапасы қаладан төмен болмау керек.